Кітап оқу мен кітапханаларды қолдау қоғам дамуының басты міндеттерінің бірі екенін ескере отырып, Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы кітапханаға кітап сыйла облыстық акциясын дәстүрлі түрде жүзеге асырып келеді. Акция коммерциялық емес, қайырымдылық шарасы. Акцияның басты мақсаты халықтың рухани байлығын дамытып, кітапхананың кітап қорын әдебиеттермен толықтыру, оқырман мен кітапхана арасын нығайту. Кітапханаға кітап сыйла акциясы 2019 жылдан бастау алып, бүгінгі таңға дейін жалғасын тауып отыр. Акцияға зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылар, тұрақты оқырмандар атсалысуда сүбелі үлес қосып жатыр. 2019 жылы кітапхана қорына әртүрлі сала бойынша 3940 дана, 2020 жылы 4263 дана және 2021 жылы 3223 дана кітап қабылданды. Жалпы 11426 кітап кітапхана қорын толықтырды.